Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше дәмді әрі қытырлақ духовкадағы баклажан роллдарын көрсетемін. Бұл тағамды бір рет жасап көрсеңіз, міндетті түрде тағы да қайталайсыз. Кеттік, бірге бастайық. Ең алдымен баклажандарды алып, оның керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Сосын баклажанды ұзынша етіп жұқа тілімдерге кесеміз. Сіздерде осындай дәл видеодағыдай шығуы керек. Қатты жұқа болып кетпеу керек, себебі ол оралынбай қояды. Кейін баклажанды үлкен ыдысқа саламыз. Үстіне тұз сеуіп 30 минутқа қоямыз, ашылғын шығару үшін. Суға салып қоямыз 30 минутқа. Сосын судан алып кептіруіміз керек. Баклажандарымызды осылай кептіріп аламыз. Кейін жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Пергамент қағазын төсеп, ыдысымызды дайындап аламыз. Әр баклажан тілімін алдымен жұмыртқаға, кейін панировочный сухариге малып аламыз. Пісіру қағазы төселген табаға әр баклажанымызды қойып шығамыз. Дайын болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкада 10-15 минут қытырлақ болғанша пісіреміз. Духовкамызға саламыз. Кейін ішкі қоспасын дайындаймыз. Майонезбен ұсақталған сарымсақ, яғни чеснокты бір-біріне араластырамыз. Біз помидорымызды алып, оның керек емес жерлерін кесіп тастаймыз. Помидорымызды өзімізге ыңғайлы етіп кесіп шығамыз. Әр дайын баклажан тіліміне дайындаған соусымызды жағып шығамыз. Кейін үйде салат жапырағы болатын болса, оны да қосуға болады. Содан біз жұқа тілім қызанақты және де творожный сырды салып, орам сияқты етіп әдемілеп орап шығамыз. Дайын роллдарды үстелге қойып, қалауыңызша көк шөппен безендіріңіз.